Бүгін Қырмыжғалынан 90-шы күні эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Сабадан Ахмеджет живарындаки Каменка қасабасында тұтылған Марлен Мустафаевке мемори жеза белгілей білелер. Бұны адвокаты Эмиль Курбидинов тахмин еті. Мустафаевны иштимай ағлардаки язалары үшін шекле екенлер. Айны мадде бойынша кеченлері ишгалчылер адвокат Эмиль Курбидинов ве Фальджи Сиран Салиевны яқалап, 10-12 күнге апске ташлаған еді. Сабадан Мустафаевнан евіне Русияның экстремизмнен күрешіві меркезінің хадимлері басып келді. Евінде тинтув кечірілді. Ев сайыбыны Сабадан ішке кеткен вақыт тұтып экстремизмнен күрешів меркезіне алып кеттілер. Полис хадимлері ойашаған соқақны екі тарафтан қапатып, қомшу достве яқынларыны ев янына біле кечірмеділер. Евінде Мустафаевнан омыр арқадашы кічік балави анасы болуна екен. Никто ничего не понимает. Сейчас. Кімсе не олғаны аңлап оламаймында тұрмаға олмаймы. Дегерлер сербес кечелер. Біздерні есе кечірмейсіңіз. Ну, я хожу. Вы знаете, что вы ограничите мне передвижение? Сіз білесіңіз манайсаға көре олған юрушке аққымны бозасыңыз. Насыл себеплер іле? Ну и что? Где периметр? Вы, получается, перекрыли улицу. Сіз соқақны блок еттіңіз. Мен енді не yapmaq керегім? Как ничего? Сейчас вот эти люди в масках мне запрещают. Yüzleri қапалы инсанлар қомшы соқаққа біле кечірмеге рұқсет бермейлер. Тентулер ісе анда кече. Олар мана юрмеге ясақ етелер. Оларның әрекетлері Русия анаясасына зыт келе. Одалардаки долапларын ақтары бір шейлер қадырдылар. Нетижеде дини китап, компьютер ве мобиль телефонны алдылар. Мустафаевның еві янына келіп дестек көстергенлеріні полис хадимлері тұтып Ахмеджеттің полис бөлігіне алып кеткен. Құқық қорғаушылар білдіргеніне көре, умумен 11 кіші яқаланғандар. Оларны қанунсыз митинг тешкіл етіп, иштирак еткенлерінде шеклейлер. Оларға низбетен тізілген протоколлар бүгін кечірілежек махкемеде бақылажақтыр. Алған insanlar bir talay bastıracak. Şimdi bu Каменка ortalığında bu olgan kişilerine geçimlerde olgan bu tintivleri görüp çıkarıp tezbirge koyup haber dağıtkan soylarına birdeki o yerde bulundu işte onları. Onun için olayken anlaşlı onlar talep ettiler öyle yapmasın. Bir şey olsa tintüm ya bir yakalanma mı ne mi? O yerler insanlar varmamalı, varmayacaklar, görmeyecekler, duymadı olacaklar. Yani galiba dolar bizi öyle yapmaya istiyor ki ne de olsa kimse kapıdan da bakmayacak, aslı görmeyecek bu şeyleri. Қырымның Юқары Рус махкемесі құқық қорғаушылар Эмирусин Кукуны таққат изоляторындан шығармаға разы олмады. Оның адвокаты Ахмеджеттің Киев район махкемесі апсте тұтуына апрелдің 8-не қадар девам еттірген қарарына шикайет берген еді. Қадалар оны қанатлендірмеділер. Эмирусин Куку бір елдан берлі таққат изоляторында тұтыла. Ишғалжелер оны Хизбу Тахрирге алақасы бардыр деп шеклейлер. Кукунен көрішмек үшін махкемеге балалары келгенлер. Олар бабасыны тек телевизор вастасынен көріп олғанлар. Чүнки мабусына махкемеге кетірместен таққат изоляторындан баға шығарғанлар. Я приехала из Кореиза. Мен Кореизден бабамы көрмек үшін келдім. О епімізге силам айтты. Епімізні севгенні білдірді. Мен де оны севем дедім. Он сказал большой привет. Прошла апелляция по... Бабам Эмирусин Кукунын іші бойынша шикайет бақылды. Аллаға шүкір біз оны қорап болдық. Озыны яқшы дуя. Епімізге силам йоллады. Его, слава Богу, увидели. Азат етмегенлері язық. Радикаль фырқасы Қырымна Русияге 50-100 елға кираға бермеге теклиф еткен депутатына өз сырасындан шығарды. Артеменко өз теклифлеріні Трампның мислячысы Майкл Флинге ота истифаға кетместен евел берген. Оның планына көре Русия ордысы Украина территориясындан шығарылып, Қырымна Русияге кираға берілігі бойынша референдум кечірілмек керектір. Олег Ляшко білдіргеніне көре фырқадашы бойлы планлар теклиф еткенінден айретте қалған. Шымды оның депутат мандатлығы сыфырланмасынен бағылы ішлер алы барылы. Меджлис рейсі Рифат Чубаров Артеменкаға қаршы жинайы іш ашылмасыны талап етті.
Ми обговорювали можливість Bizler tarixte olgan misallarni bu Gonkongda ve Panamada olgan vaqiyalarni Ukrainada kenen qiyasladık. Ukraina ve Ukraina halkı bütün Ukraina referendumunda tek Kırım statusunu değil de DNR ve LNR'nin ve kayda ketmekni belgilemek gerekler. А взагалі, куди ми йдемо? Qırımны kiraga tapşırmağa teklif etkenler hırsızga öz dairesini kiraga bersinler ya da omur arkadaşını. Biz hırsız ve aydutlarga öz topraklarımızны kiraga bermeyecekmiz. Украина Юқары Шурасы оғынды 5000-ге яқын инсан топлашып, Донбасстаки işgal olunған территориялар қамашавына қол тұтып акциясыны кечірділер. Олар арасында саясетчі Украина миллет векіллері, ато ветеранлары, Русия есірлігінде олғанларынан сой соплары ве фальжилер. Олар әпсі Юқары Шура террористлеріне чезарет алып бар мамақ үшін işgal olunған топрақларнен бағлы қанун қабыл етілмесіні талап етелер. Бұне берабер евелсі олған тижаретні тешкірежек тақиқат группа тешкіл етмеге чағырдылар. Ми також вимагаємо прийняти законопроект, який довший час лежить у Верховній Раді України. І цю ситуацію ми відстоїмо разом з нашими колегами-побратимами і з Батьківщини, і з Самопомочі, і представники Народного фронту, і багато з них сьогодні будуть на цій трибуні. Законопроект, який встановлює, називає речі своїми іменами, визнаючи цю територію тимчасово окупованою. Ми повинні припинити торговельні операції в такому масштабі, безпрецедентному, коли нас не розуміє світ. Были в Луганской области, и я на свои глаза видел эти эшелоны, которые идут и в ту сторону, и в нашу сторону. То есть, я против этого. Там парни проливают свою кровь, каждый день погибают, есть раненые, есть убитые, а кто-то на этом зарабатывает деньги. Көмір кетірілуінің тосменне суни энергетик бұқраны кетірген, ләкин Украина бұны еңежектір. Бұл вақта Украина баш назирі Владимир Гройсман үкімет топлашуында білдірді. Оның сөздеріне көре язда Русия işgal olunған топрақлардан Украинаға көмір берілуіні блок етежегіні тахмин етіп, энергетик тарафтан мұстақыл olmaq үшін план ішлеп шығарғанлар. Гройсман білдіргеніне көре Днестр су электростанциясының ве атом электростанциясының күші арттырылған. Баш назир антрацит көміріне альтернатива олмағанны білдірді. Які би не були б у нас випробування, хочу запевнити всіх українських громадян. Украинлерні емин етмеге істейм. Біз бұл бұқранны базы украинлерінің еллерінен япылған олса да еңерік. Вазиетні назаретте тұтамыз, бұқрандан чықып yollarını тапа білерік. Украина ватандашларында ұшық олажақтыр. Мемлекетіміздің санайы сасы çalışacağına çare тапарық. Ақтым Ситаблаев Киевдегі Крымский дом муэссесінің yolбашысы оларақ сайланды. Бұл вазифеге өз намзетлеріні Крымский домның рейс муавины Чалғыжы Жемел Кариков и Тамыр халықлар меселелерінде эксперт Юлия Зайцева көстерген еді. Конкурс комиссиясына Ақтым Ситаблаевның тақдимнамесі айретте қалдырған о муэссені арзу еткен Қырым сыфатында тешкілеті жегіні білдірді. Ситаблаевның намзеті үшін конкурс комиссиясы 5 рей берді. Кариковке 4, Зайцева есе рейсіз қалды. Здесь очень много вопросов политических, экономических. Өчкенлер сияси, иқтисади, турмуш меселелерінен рас келділер. Бұл проблемаларына біз чезмеге тырышacakмыз. Мен кеченлері Анкарада болундым. Түркияде чешіт малюматларға көре 5 миллионға яқын семедешіміз яшай. Дернегіміз четте қалмай бізге ярдым етежегіне умут етем. Я думаю, поможет нам и материально тоже. Має бути юридичний центр, де кожний кримчанин. Адлиеже ярдым берген меркез олмақ керек. Бір Қырым сакины ярдым алмақ үшін бізге мұражат ете білежек. Бұл теклифлерінен акимиет ве президент мемориетіне мұражат етілмек керектір. Моя мрія, щоб Кримський дім був таким прообразом того Криму. Крымский дом біз қайтажақ Қырым сыфатында олғанны арзу етем. Яқын кележекте яшылар ве генчлер, Қырымда яшаған халықлар, Украина ве девлет тефеккүрінен бағлы білгі ала білежек меркез тешкіл етмеге істейік. Команда Ахтема, вона є дійсно більш творчою, більш... Ақтемнің командасы баяғы ижади ве қошма пара тапа білгенлердендір. О жаз мектебі açılması ве яшлар өз арзуларын амелге кечері білежек меркез açmaға істегенні бегендік. Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз едепіңізге қайырлы күлер тілейім. Дайыма атырылы олыңыз, невбетекі яйынларымызны қачырманыз көрішкенже.